Қайырлы күн барлықтарыңызға. Ассалаумағалейкум. Мен каналыма тіркеліп лайк басып қолдап отырамыз. Сонымен кеттік. Бүгін келесі айтылатын қазақ руы бұл адай туралы болмақ. Адай алшын тайпасына тарайтын 18 рудың бірі. Байлы рулар бірлестігіне кіреді. Қазіргі адайлар Қазақстанның көбінесе Маңғыстау облысында, сондай-ақ Атырау, Ақтөбе, Түркістан, Алматы және еліміздің басқа да облыстарында мекендеп тұрып жатыр. Түркменстанның Балқан және Дайоғыз уәлаяттарында да, Қарақалпақстанда, Иранның солтүстігінде және Ресейдің Астрахан облысында да біраз адайлар бар. Үлкен диаспора. Бұлар адайды негізі өздері 8 арыс адай деп аталынады. Яғни Қосай арысынан тарайтындар, Тәзке арысынан тарайтындар, Құнан орыс арысынан тарайтындар, Ақпан арысынан тарайтындар, Шыбынтай арысынан тарайтындар, Әлнияз арысынан тарайтындар және Тобыш Мұңал арысынан тарайтындар болып өздерін таратады. Адай елі ежелден Каспий теңізінің шығысынан Арал теңізінің батыс оңтүстігіне дейін, Мұғалжар тауларына Ақтөбе облысының солтүстік Балқанға, яғни Түркменстанға дейін, Ойыл өзені мен Мойнақ шөлі Қарақалпақстанның, яғни батысы Қоңырат, Мойнақ өңірлері, сол жерлерде өмір сүріп келеді. Сондықтан адай елі өздерінің қазіргі Жылой, Қызылқоға, Балықшы, Мақат, Ойыл, Темір, Байғанин аудандарының түпкілікті тұрғындары болып саналынады. Қазақстанның шекарасы сызылып шегенделген кезде Өзбекстанның батысы, Маңғыстаудың шығысы Қарақалпақстанның иелігінде қалып кетеді. Қазіргі таңда да сол жерде адай жерлерінде, яғни Мойнақ, Қоңырат аудандарында әлде адайлар тұрып жатыр. Сонымен қатар олар Ресей Федерациясына қатысты да ноғай адай жерлері Астрахан, Самара, Саратов, Волгоградская, Тамбов облыстарында да біразы сол жерлерде бар. Адайдың Тәзке атты немересінен тарайтын ұрпақ қазіргі Атырау облысында кеңінен тараған. Олар ерте заманда қалмақтармен болған соғыстарға қатысып, Жем, Нарын бойларында қалған адай руының ұрпақтары осылар болып саналады. Ақтөбе, Орал облысында адайлар бар. Оңтүстік Қазақстан облыстарында да бар, бірақ енді ондай бір саны көп болмаса да бар. Дегенмен оңтүстік Қазақстанның адайлары сол жерлердің баяғыдан келе жатқан ежелгі тұрғындары деп есептелінеді. Адай негізінде өздерін адай атадан таратады. Негізі адай ата өзі өмірде болған адам деп айтылады. Ол шамамен 15 ғасырда өмір сүрген дейді. Адайдың 2 баласы болған дейді. Құдай Келімберді дейді. Құдайкеден 2 бала дейді. Ол Тәзке және Қосай. Ал Келімбердіден 6 бала. Құнан орыс, негізі өзінің шын аты Орысқұл болып келеді. Одан кейін Ақпан, Балықшы, Балықшының да өзінің шын аты Шыбынтай деп келеді. Және Әлнияз, оның да өзінің лақап аты болған. Әлнияздың да бұзау деп атаған екен. Тобыш, сосын Мұңал. Тәзке ол 8 арыстың біріншісі болып табылады. Одан кейін Қосай, Қосай өзі батыр азамат болған. Жаңағындай тарихта ол Ерқосай деген атпен белгілі. Негізі Қосайдың өзі де тарихта болған азамат. Шамамен 1507 жылдар туылып, 1594 жыл, яғни 16 ғасырда өмір сүрген дейді. Одан кейін Келімбердіден тараған 6 баланың біріншісі Құнан орыс, Құнан орыстан 2 бала Жанбай мен Жантуған дейді. Одан кейін Ақпан, одан кейін Балықшы, негізі жаңа айтып кеттім, Балықшының өзінің шын аты Шыбынтай. Одан кейін одан 3 бала Жүйрік, Қостай, Есперді дейді. Одан кейінгі жаңағы бұзау, оның да айтып кеттім, өзінің шын аты негізінде Әлнияз. Бұзау деп кеткен, білмеймін неге екен. Сол бұзаудан 2 бала Жеменей мен Айтұмыс. Одан кейін Мұңал, Мұңалдан 5 бала Алағұнан, Әли, Бәйімбет, жаңағы Жаулы, Шоғы батырдың да негізі өзінің лақап аты болған. Ол 40 мылтық деген атаумен аталған болатын. Шоғы батыр да тарихи тұлға. Ол 1667 жыл туылып, 1726 жылы Сауран қаласы үшін болған шайқаста қаза тапқан Әбілқайыр ханның сенімді үзеңгілес серіктерінің бірі болған болатын. Шоғы батыр Мұңалда өзі кезінде әкесі Мұңалда батыр кісілердің, көріпкел әулие кісілердің бірі болған. Осы
шоңы мұңалұлы әбілқайыр ханның жаңа айтып кеттім серіктерінің бірі болған әбілқайыр хан 1824, 25, 26 жылдар ақтабан шұбырынды алқабы сұламасының кезінде түркістан, сауран қалаларынан, ташкент қалаларынан айырылып қалған болатын. Сол кезде сол қалаларды қайтарып алу үшін қырғын шайқаста жүрген болатын. Міне осы шайқастардың басы қасында болған осы адайдан шыққан қазақ батыры шоғы мұңалұлы болатын. Сол осы сауран қаласы үшін болған шайқаста ауыр жараланып кейіннен қаза табады. Ол әбілқайыр ханның бұйрығымен түркістан қаласындағы қожа ахмет яссауи кесенесіне жерленген болатын. жерленген азаматтардың бірі. Осы шоғы мұңалұлының өз 40 мылтық аталымының өзінде бір аңыз бар. Оны жаңағы әбілқайыр хан қалмақтармен болған шайқастың кезінде жаңа қазақ әскері қатты шығынға ұшырап сырла шегінген кезінде әбілқайыр хан қатты сасқан дейді. Сасқалақтаған соншалықты аузына шоғы батырдың аты түспей қалған дейді. Ал шоғы батыр 40 қазақта ол кезде білтелі мылтық ұстайтын жігіттер болған. Сол 40 білтелі мылтық ұстайтын мерген топты шоғы батыр басқарады екен. Сол шоғының атын аузына түсіре алмай қатты қысылып қалған әбілқайыр, ей аты кім еді ана батырдың, ей шақырыңдар жаңа батырды, жаңа 40 мылтығы бір батыр ше деп. Содан бастап жаңағы шоғы батырдың аты жаңа 40 мылтық деп кеткен, 40 мылтық атанып кеткен дейді. Енді адайдың өзінің тарихына келетін болсақ, бұлар енді Маңғыстау адайларының шыққан тегі туралы нақты деректер жоқ. Дегенмен де өзіміздің қазақ ғалымы Аманжолов адайлар жөнінде біраз өзінше жаңағы өзінің зерттеуін жүргізген болатын. Ол Геродот пен Страбонның мәліметтеріне қарағанда дейді, біздің заманымыздан бұрын 2-ші ғасырдың өзінде Каспий теңізінің жағалауында мекендеген ежелгі дай тайпаларының ұрпақтары осылай адайлар болуы мүмкін деген жорамал пікір айтады. Осы арада ол адайлардың оғыздардың ада, яғни арал деген сөзінен шыққан дегенде өзінше жорамалын айтады. Енді дайлар адай руының алыстағы бабалары деген өзінің тұжырымын жасап кеткен болатын. Негізі дайлар туралы дайлар дейді, дақтар дейді, олар туралы алғашқы мәліметтер біздің заманымыздан бұрын 5-ші ғасырларда, біздің заманымыздың 1-ші ғасырында Сырдарияның төменгі ағысында емес, Каспий теңізінің оңтүстік шығыс жағында, яғни қазіргі Иран мен Түркменстан шекарасында мекендеген деп айтылатын жерлері бар. Және бұл туралы Толстовтағы орыс ғалымы Толстовта жазып кеткен болатын. Сондықтан Арал өңірінде дайлардың Тежден өзені бойында қоныс аударған жаңа Толстов орыс ғалымы, ол да біраз осындай жазба деректер қалдырған. Сол Толстов айтады, мына Қаңлы хандығының кезінде дайлар осы қаңлылардың иелігінде, билік өңірінде қалып қойған болуы мүмкін. Өйткені қаңлылар Хорезм өңіріне, Ферғана өңіріне және Соғды өңіріне, Самарқан аумағына, яғни Жерахшан өзенінің бойы Соғды, Сагдияна деп аталынатын сол жерлердің барлығына билік жүргізген дейді. Сол кезде осы биліктің құрамына дай тайпалары да кірген дейді. Одан кейін бар Қаңлы мемлекеті құлағаннан кейін Батыс түрік қағанаты келетті. Оның құрамында да осы дайлар сол Батыс түрік қағанатында құрамында болуы мүмкін дейді. Сонан соң 9-шы ғасырларда дайлар тобы оғыз тайпаларының одағына кіруі мүмкін дейді. Осы дайлар деді Маңғыстауда орын тебуі, Маңғыстау өңіріне тұрақтауы осы дәл осы оғыз заманында болса керек дейді. Яғни 9-шы ғасырлардың, 10-шы ғасырлардың шамасында деп жаңағыдай өздерінің ғалымдар тұжырымын жасайды. Және де Шыңғыс ханды адайдан таратқысы келгендер болған дейді. Мысалы, Мұңал руының тарихшылары адайдың ішіндегі Мұңал атамыздың негізі аты сол жаңағы Моңғол атауы осы Мұңал атамыздан алынған дейді. Мұңал, Моңғол, Моғол деген сияқты негізсіз, тарихи негізсіз болмаған нәрселерді тауып алып, осы уақытқа дейін бізге тықпалап келе жатыр дейді. Бірақ бұның ешқандай шындыққа жаңағыдай жақындығы жоқ дейді ғой. Енді шындыққа ешқандай келмейді, жақын келмейді дейді. Сондай-ақ адайлар кезінде көптеген ірі көтерілістер жасаған білеміз. 1870 жылы адайлар көтерілісі, одан кейін барып ненің кезінде СССР-дың кезінде де 1900
29-31 жылдары болатында адайлар көтерілісі болған. Ол туралы да кейіннен айтып кетемін. Менің алдағы тағы да түсіретін видеоларым ішінде ол кеңінен де айтылып кетеді. Патша үкіметіне Ресей үкіметі кірген, патша үкіметінің құрамына кірген 300-де жалғыз адайлар ғана орыс үкіметін мойындамай мыңдаған орыс казак әскерлерімен соғысуға алып келген болатын. Осы адайлардың мойындамау салдары тарихта адайлар орыс үкіметінің қазақ жерлерін тартып алу, қазаққа өз жерін билетпеу, жұмыс орындарын бермеу, егістік орындарды тартып алу, ол жерде қазақтарды ығыстыру, ғана құм шауыт, ешнәрсе шықпайтын жаққа қарай қуалау, осы отарлау әрекеттерінің барлығына бағынбай қырғын шайқастар жүргізіп келген болатын. Сондықтан олар көптеп репрессияға да ұшырап отырды. Бұлардан да қазақ халқының өсіп өркендеуіне, дамуына көптеген үлес қосқан азаматтар болған, өз заманының білгірлері болған, ғалымдар да шыққан болатын. Әрине бұлардың басында жаңа айтып кеттік, Ерқосай батыр тұрған болатын. Бұл жөнінде жыр да бар. Одан кейін Атағозы батыр 18 ғасырда өмір сүрген, 1704-1794 жылдар. Одан кейін 18 ғасырда өмір сүрген, осы Ақтабан шорында алкоголь сұламасының басы қасында болған Тәуке ханның әскери қолбасшыларының бірі болған дейтін Есек батыр. Ол да адай тайпасының өкілі болатын. Қашаған жырау Сармерген би, ол да 18 ғасырда өмір сүрген. Нұрым жырау белгілі қазақ жаңағы актері, талай киноларға түсті, бірақ ерте қайтыс болды, 41 жасында қайтыс болды. 1990 жылдар Жамбыл Құдайбергенов деген актер кісі болған. Ол да адай тайпасының өкілі болатын. Оспан Көбеев, Ресей империясының подполковнигі болатын азамат. Хисмет Табылбаев, тарих ғылымдарының докторы. Ақпан батыр 1530 жылдар, 1531 жыл туылып, 1605 жылдар өмір сүрген қазақтың батыры болатын. Алдияр Ишан 19 ғасырда өмір сүрген жаңағы Шоғы батыр айтып кеттім. Оның әкесі Мұңал батыр әрі әулие, әрі емші болған азамат болатын. Ақтан ақын 18 ғасырда өмір сүрген. Бүркіт ата әрі би, әрі көріпкел, әрі әулие болған, 18-19 ғасырларда өмір сүрген болатын. Ләззат Қиынов сияқты депутат. Байсал Палуан әрі көріпкел, әрі әулие болған болатын. Мыңкісі Байсалұлы, бұл да сынықшы әулие болған, Байсал Палуанның баласы болған. Одан кейін Ақжігіт сынықшы, бұл да жаңағы Мыңкісінің немересі болған кісі болатын, сынықшы, елге белгілі. Есен Ерменбет би болатын 18 ғасырда. Қабақ би 18 ғасыр. Тобанияз Әлниязұлы енді адай көтерілісінің қолбасшыларының бірі болған. Енді бұны білмейтін адам жоқ шығар. Бұл туралы кейін бөлек айтам. Адай көтерілісі туралы да видео түсіріп салатын болам алдағы уақытта. Еділ Жаңбыршин ғалым әрі депутат, постоянно телевизорда жүреді, көріп жүргенде шығарсыздар. Қалнияз Шопығұлы жорық жырау атанған, талай жаңағы көтерілістерге қатысқан, Хиуаға қарсы, түркмендерге қарсы шайқастардың бәрінде басы қасында жүретін Қалнияз ақын жауынгер жырау болған болатын. Балунияз ақынның, Қожалақ батырдың, Қожалақ батырдың, Сүгір батырдың замандасы болған азамат болатын. Жаңағы одан Аралбай ақын, одан кейінгісі жаңағы Әбілқайыр ханның жұбайы Бопай ханым да осы адайдың қызы болатын. Бейімбет Тілеукелі, ол да әрі балуан, әрі болыс болған, әрі ақын, әрі би болған азамат болатын. Мына Ресей Федерациясында жүрген, ол КВН ойнайтын Азамат Мұсағалиев, болмаса Шәкір Жексенбаев сияқты генерал шыққан болатын. Бекет Мырзағұлұлы, Бекет ата деген атпен белгілі, әрі әулие, әрі батыр болған азамат. Әнес Сарай белгілі жазушы, драматург. Одан кейін Әбіш Кекілбаев, Қазақстан Республикасының белгілі жазушы. Асан Әбдірұлы белгілі журналист. Құлыш би әрі қажы болған, 19 ғасырда өмір сүрген. Шайхақун 19-20 ғасырда өмір сүрген. Алшын Шешен 19-20 ғасырларда өмір сүрген. Нұрдәулет Қилыбай, жаңағы Сатчат Тоқашев әнші, жыршы болған. Фариза Оңғарсынова, қазақ ақыны білесіздер. Бақытқожа Ізмұхамбетов министр болған азамат болатын. Ерлан Тынымбайұлы Карин, оның әкесі Тынымбай Карин бар.
Самат Мұсабаев белгілі меценат, бизнесмен, осындай азаматтар көптеп шыққан болатын. Қабибулла Сыдиықұлы дейді, филология ғылымдарының докторы болған азамат болған. Әбдіхамит Еспаев медицина ғылымының кандидаты болған. Сенбіғали Зәкенов ғалым, Сұлушаш Молдажанова журналист, Ләззат Нұршаханов ғалым, Ершабай белгілі батыр, 18-19 ғасырларда өмір сүрген болған. Жаңа Қалния Шопұлының арнаған өлеңдері бар. Жалау Мыңбаев мемлекет қайраткері, Дәуіт Нүкенов ғалым, Тұржан Сариев жаңағы еңбек ері, социалистік еңбек ері, Сабыр Адай белгілі ақын, Базарбай Сабыров жыршы, жырау, Тұрар Қондыбаев ғалым, Дәуімшар батыр, мұнда білмейтін адай жоқ шығар, Құлшар күйші, Тұрманбет батыр, Бердәлі батыр, Дауыл батыр, Сүгір жырау, Балунияз батыр сияқты белгілі Ресей Федерациясының мемлекет қайраткері болатын, Кемерованың губернаторы болатын, Амантөлеев, Шотан батыр, Абыл ақын, Сайын Назарбек, Құрамыс Ермеков ғалым белгілі, Сүйінқара батыр, бұнда атақты батырлардың бірі болатын, Досам батыр да, Шолтаман әнші, Бақмаш Шоланұлы, бұл да адай көтерілісінің басы қасында жүрген азаматтардың бірі болатын 20 ғасырда. Айдар Ишан, Мәди Бегенов Кеңес одағының батыры болған, 1943 жылы қайтыс болып қаза тапты соғыста. Сабытай Баһадүр 18 ғасырдағы атақты батырлардың бірі болатын. Ырсай батыр, Абыз би, Қырымқұл би, Мая би, Төлеп батыр, Иса Тіленбаев сияқты әрі батыр, әрі би болған азаматтар болған 19 ғасырда. Бәйменбет би, Досат Бәйменбет ол композитор, әнші, Ғафур би, және оның баласы Ғафур ұлы Қожа ақын, Мәмбет Нияз би, Құлсары би, Тілеген би, Намаз Ізімбергенов сияқты ғалымдар да шыққан болатын. Енді көп айта берсек, бұның бәрін айтып отыра беретін, біз таңнан кешке дейін түзуге болады ағайын. Сонымен бүгін адайға арналған кішкене ғана тарихи шолу тәмам.